Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында сапарға аттанған бабалар ізімен экспедициясы тарихи танымдық зерттеу жұмыстарын Қытайдың ішкі Монғолия аймағында жалғастыруда. Топ мүшелері Бейжіңнен 360 шақырым жерде орналасқан орта ғасырлық Чанду қаласына арнайы ат басын бұрды. Бұл көне шаһар кезінде Құбылай ханның әмірімен салынып, Қытайдағы Моңғол Юань династиясының астанасы болған. Қазіргі заман зерттеушілері үшін аса құнды аймақ жөнінде экспедиция құрамындағы әріптесім Саят Жөкенұлы әңгімелейді. Менің мына оң жағымда тұрған ескерткіш Пекиннен 400 шақырым жерде, яғни қазіргі ішкі Монғолияның территориясында орналасқан. Ол Құбылай ханның Қытайдағы билігіне арнап қойылған ескерткіштердің бірі. Біз бабалар ізімен экспедициясы осында келіп арнайы зерттеу жүргіздік. Мына ескерткішке қараған кезде Құбылай ханның жан-жағында тұрған әскердің ішінде түркі және қыпшақ жауынгерлерін айқын көруге болады. Бүгінде бұл туристік орынға айналған. Құбылай ханға қызмет еткен жиһангез Марко Поло Шанду қаласын империяның жауһарына балаған. Оның жазбаларында император сарайын айналдыра 26 шақырым қашықтықта ғажайып жасыл орман болған делінеді. Адам қолымен жасалған су бұрқақтар мен шағын өзендерде толы жасыл орманды жабайы жан-жануарлармен қоса Құбылай ханның 10 000 ақбоз жылқысы еркін жайлапты. Шанду қаласын салу туралы шешім 1256 жылы қабылданып, құрылысы басталған. Оның құрамына сарайлар кешені, император қалашығы және сырт қоныстар енген. Бұл ғимараттар 3 деңгейлі қамалдар жүйесі арқылы қорғалған. Құрылыс аумағы 48 гектарға тең болса, қаған сарайы 1 гектар жерді алып жатқан. Өз заманында Шанду қаласы Құбылай ханның салтанатын бүкіл әлемге паш еткен. Құбылай ханның күшейген себебін айтақ. Бұл жақсы саясатпен жұмыс істеді. Бұл өзінің қоласындағы адамдарды, елдерді одақ қып шақырды. Бағыныш емес, одақ мүше ретінде. Бұған кірді түрік тайпаларының көп ұрулар кірді. Оның ішіне қарайтын болсақ, Карлуктар, Қыпшақтар, Наймандар, Жалайырлар, Ұйғырлар, Аландар толып атқан. Құбылай ханның армиясының 80-90% түрік тайпаларынан тұрған. Марко Полоның қаланы сипаттаудағы дәлдігін археологиялық зерттеулер дәлелдеп берді. Бұл қала кезінде біздің бабаларымыздың мекені болған. Экспедиция мүшелері Чандудан соң ішкі Монғолия аймағының орталығы Хухахото қаласына жол тартты. Олар мұнда ішкі Монғолия университеті Моңғол тарихы бөліміндегі ғалымдармен кездесіп, ортақ тарихқа байланысты кеңес өткізді. Кездесу барысында ғылыми зерттеулерді және екі жақты байланысты нығайту керектігі бас айтылды. Түркі тілдес халықтар мен моңғолдар кезінде ортақ бір ұлт, бір ел болған. Бірақ уақыт өте келе бұл жайт өкінішке қарай өзгерді. Бұған көптеген факторлар ықпал етті. Соның бірі ретінде түркілердің ислам дінін қабылдауын, ал моңғолдардың буддизмге кіруін атауға болады. Бірақ біздің салт санамыз, өмір салтымыз, тіршілік ету формамыз бірдей. Сондықтан бізге бірлікте болу қажет. Ішкі Монғолиядағы ғалымдар қазақ еліндегі әріптестермен бірлесіп жұмыс істеуге дайын екендіктерін де жеткізді. Олар сондай-ақ өздерінде түркология саласына қатысты да көптеген деректердің бар екенін жасырмады. Ал бабалар ізімен экспедициясының мүшелері Қазақстаннан осы аймаққа ең алғаш келген өкілдер ретінде бұл іске жан-жақты ат салысатындықтарын айтты. Саят Жөкенұлы, Арман Данышбаев, Хабар 24 үшін.